Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Бұл Нұрмұхамед Нұрмашұлы. Бүгінгі біздің шығарылымыз UFC-дегі қазіргі нөмір 2-ші жұлдызымыз деп айтсақ та болатын Асу Алмабаевқа қатысты болмақ. Яғни Асу Алмабаев келесі кездесуін кіммен өткізеді? Келесі кездесуін топ 15-ке кіретін қарсыластармен өткізеді ме? Болмаса топ 10-қа кіретін қарсыластармен өткізеді ме? Top 10, brother, top 10, top 5, I am ready. Осыған байланысты біз әртүрлі осы топ 15-ке кіретін жауынгерлерге тоқталатын боламыз. Яғни қай жауынгермен кездесуге болады, болмаса қай жауынгер амалы жоқтан осындай рейтингке кірмейтін жауынгерлермен кездесуге мәжбүр екенін талқылайтын боламыз. Яғни Асу Алмабаев келесі кездесуінде топ 15-ке кіріп қалуы әбден мүмкін. Біз білетінде Асу Алмабаев дәл қазір Қазақстанға қайтып келіп, отбасымен уақыт бөліп, достарымен қазіргі демалыс үстінде екенін барлығымыз білеміз. Осы жақында ғана Алматы әуежайынан барлық достары, жанкүйерлер күтіп алған болатын. Сондықтан да біз әрине қазіргі уақытта бірінші кезекте Асу Алмабаевқа жақсылап демалуды тілейміз. UFC, I'm New Star, Flyweight Division, Алла Қазақстан, I'm Зульфикар! Сонымен достар, біз бүгін жалпы топ 15-ке кіретін жауынгерлерге тоқталатын боламыз. Яғни біз рейтингтегі 11-ші орын мен 15-ші орын арасында орналасқан жауынгерлердің әрбір статистикасына, сонымен қатар олардың соңғы өткізген кездесулеріне әрқайсысына жеке-жеке тоқталып өтетін боламыз. Осыған сәйкес біз Асу Алмабаев қай жауынгермен шығуға лайық екендігіне қорытынды жасайтын боламыз. Бірақ та біздің ойымызша соңғы Асудың екі кездесуі осы UFC-де жасаған. Бірінші кездесуі сабмишн болса, екінші кездесуі төрешілердің айқын басылымдық шешіммен жеңіске жетуі, келесі кезекте оған топ 15-ке кіретін қарсыласты беруіне үлкен жағдай жасап отқан барлығымыз біліп отырмыз. Сонымен біздегі 11-ші орында орналасқан дәл қазіргі кездегі UFC-дің 57 килограмм салмақтағы, американдықтардың тілмен айтқанда 125 паунд салмақтағы жауынгер бұл Мэтт Шнелл. Мэтт Шнелл жауынгер. Бұл Мэтт Шнелл соңғы кездесуінде осы Австралияның өкілі Стив Эрцекке ұтылған болатын. Яғни бұл кездесу осы UFC 299 турнирінен бір апта бұрынғы UFC Fight Night'та орын алған болатын. Сол кездесуде австралиялық Стив Эрцек осы Мэтт Шнеллді нокаутқа түсірген болатын. Соның себебінен қазіргі кезде Мэтт Шнелл 11-ші орынға түсіп қалған жағдайы бар. Мэтт Шнеллдің жалпы рекордына тоқталатын болсақ, карьерасында 24 кездесу өткізіп, оның 16-сында жеңіске жетіп, 8 кездесуінде жеңіліс тапқан. Ал одан кейінгі біздің жауынгер ол 12-ші орында тұрған Тагир Уламбеков. Тагир Уламбеков жалпы рекорды бас аяғы 18 кездесу өткізген, оның 16-сында жеңіске жетіп, екеуінде жеңіліске ұшыраған. Және де соңғы кездесуінде ол Дөрден есімді жауынгерді 2023 жылдың желтоқсан айының 16 күні жеңген екен. Жалпы Тагир Уламбековке келетін болсақ, әрине біз көбісіңіз білулеріңіз керексіздер. Осы Асу Алмабаевтың рекордында 2 жеңіліс бар. Осы 2 жеңілістің біреуі осы Тагир Уламбековке ұтылған жеңіліс болып табылады. Яғни олар М1 Global деп аталатын промоушнда болған кезде осы Тагир Уламбековке ұтылған болатын. Одан кейінгі біздегі 13-ші орында тұрған жапониялық Тацуро Таира деп аталатын жауынгер. Оның карьерасы бас аяғы 15 кездесу, 15-нің барлығы жеңіс, яғни 100%-ық жеңіс болып табылады. Бұл жалпы айтатын болсақ, 15 кездесудің 4-еуін нокаутпен, 7-еуін сабмишнмен аяқтаған жауынгер екен. Және де 8 кездесуін бірінші раундта аяқтап шыққан жауынгер. Және де соңғы кездесуін ол осы желтоқсан айында Эрнандес есімді жауынгерге қарсы өткізіп, оны жеңіп шыққан екен. Ал одан кейінгі тоқталатын біздің 14-ші орында тұрған жауынгер бұл қытайлық Сума Дайерджи деп аталатын жауынгер. Сума Дайерджидің рекорды бұл бас аяғы 22 кездесу өткізіп, оның 16-сында жеңіске жетіп, 6-ында жеңіліске ұшыраған. Және де осы 16 жеңісінің 13-ін ол нокаутпен аяқтаған екен. Және де соңғы кездесуінде ол Тим Эллиотқа ұтылған, яғни бұл жағдай желтоқсан айында болған екен.
Жалпы одан кейінгі біздегі жауынгер 15-ші орында тұрған бұл Дэвид Дворак деп аталатын американдық жауынгер болып табылады. Бұл соңғы кездесуін өткен жылы маусым айында өткізген. Тағы да сол австралиялық Стив Эрцекке қарсы ұтылған екен. Және де оның бас аяғы карьерасына 26 кездесу өткізіп, бұның 20-сында жеңіске жетіп, 6-ауында жеңіліске ұшыраған. Жалпы 20 жеңісінің 8-ін нокаутпен аяқтаса, 8-ін сабмишнмен аяқтаған, және де 10 кездесуін бірінші раундта аяқтап шыққан екен. Сонымен достар, дәл қазіргі сәтте бізде екі жауынгер анық, осы топ 15-ке кіретін анық екі жауынгер осы өздерінен төмен тұрған қарсыластарды қабылдауға мәжбүр. Өйткені UFC-дің жалпы матчмейкерлерінің саясатына тоқталатын болсақ, осындай төменгі рейтингта тұрған жауынгерлер осы рейтингке кірмейтін жауынгерлермен кездесу өткізуге мәжбүр. Өйткені өздерінің орнын топ 15-те қорғап қалу үшін. Сонымен біздегі бірінші кандидат бұл американдық Дэвид Дворак болып табылады. Бұл номері 15-ші орында тұрған жауынгер. Жалпы айтатын болсақ, бұл жауынгердің джиу-джитсу да жақсы дамыған, сонымен қатар тік тұрып соғысу әдісі де жақсы дамыған екен. Одан кейінгі екінші кандидат ретінде қарастыратын болсақ, бұл қытайлық Сума Дайерджи деп аталатын номері 14-ші орында тұрған жауынгер. Лақап аты тибеттік бүркіт деп аталады, яғни Tibetan Eagle. Жалпы бұл жаңа жоғарыда атап өткенде бұл 16 жеңісінің 13 нокаутпен аяқтағандықтан айтуымызға болады, бұл жалпы жауынгер тек қана тік тұрып соғысу әдісін қолданатын жауынгер екенін байқауға болады. Сондықтан да бұл 14-ші орында тұрған жауынгерді жеңілісі болғандықтан нөмірі 2-ші кандидат ретінде қоюымызға әбден болады. Ал 3-ші кандидат ретінде мен айтар едім Тацуро Таира деп. Тацуро Таира бұл соңғы кездесуін Эрнандеске қарсы жеңсе де, 15 кездесуін ешқашан жеңілмесе де, жалпы осындай жауынгерді Асу Алмабаевпен келесі кездесуге шығару мүмкін, әбден мүмкін. Неліктен десеңіздер, өйткені Асу Алмабаевтың жалпы дебюті өте сабмишнмен аяқталса, екінші кездесуі айқын жаңағы доминантты түрде өзінің қарсыласын CJ Vergara'ны жеңіп шыққан болатын. Осыған байланысты жалпы UFC-дегі матчмейкерлер Хантер Кэмпбелл, Мик Мейнард болсын, Шон Шелби осы секілді азаматтар Асу Алмабаевқа осындай үлкен мүмкіндікті беру мүмкін. Яғни бұл жауынгерді беру арқылы Асу Алмабаев бірден 13-ші орынға шығуы мүмкін. Одан кейінгі 4-ші кандидат ретінде мен айтар едім Мэтт Шнелл деп, яғни нөмір 11-ші орында тұрған. Нөмір 11-ші орында тұрған Мэтт Шнелл осы соңғы кездесуінде наурыз айының 2-сі күні жоғарыда атап өткенде Стив Эрцекке ұтылған болатын. Соған байланысты бұл дәл қазіргі сәтте 11-ші орында тұр. Яғни егерде UFC тарапынан, матчмейкерлер тарапынан қысым көрсетілсе, яғни Мэтт Шнеллға сен осы кездесуді қабылдауға міндеттісің, сен өз орныңды қорғауға міндеттісің деген жағдайда, осындай жағдайда Асу Алмабаев осы 11-ші орында тұрған Мэтт Шнеллмен шығып қалуы әбден мүмкін. Бірақ та сіздер неге нөмірі 10-ші орында тұрған жауынгерді айтпай өтсін дейтін болсаңыздар, жалпы нөмірі 10-ші орында тұрған жауынгер бұл австралиялық Стив Эрцек. Стив Эрцек жалпы осы UFC-дегі бірінші кездесуін топ 15-тік қарсыласпен өткізген жауынгер. Ол, яғни өткен жылы қыркүйек айында Австралияның Сидней қаласында өткен UFC кешінде сол бірінші рет UFC-де дебют жасап, қарсыласын төрешілердің шешімімен жеңіп шыққан болатын. Соған байланысты сол бірінші кездесуінде топ 15-ке кіріп шыққан болатын. Яғни бұл сол кездесуді бұл өте қысқа мерзімде қабылдаған болатын. Және де екінші кездесуінде қарсыласын жеңіп, қазір үшінші кездесуінде бір жылға толмаған уақыттың ішінде 3 кездесу өткізіп, барлығын өте айқын басымдықпен, болмаса нокаутпен жеңіп шыққан жауынгер. Сондықтан да менің ойымша Стив Эрцекке UFC тарапынан қысым көрсетілмейді. Өйткені Стив Эрцек ол өзінен жоғары тұрған, яғни мүмкін топ 5-ке кіретін, мүмкін жаңағы 7-8 орында тұрған жауынгерлермен шығып қалуы мүмкін. Және де соңғы кездесуінде Стив Эрцек жалпы кіммен шыққың келеді деген кезде ол бірден Брэндон Моренаны шақырған болатын. Сондықтан да Стив Эрцек пен Асу Алмабаевтың кездесуі жақын арада болады деп ойламаймын. Құрметті достар, жалпы осы шығарылым сіздерге ұнаса,
астына комментарий жазып, лайк қалдырып кетіңіздер. Бастысы каналға жазуды ұмытпаңыздар. Және де жалпы Асу Алмабаевты сіздер алдағы уақытта осы топ 15-ке кіретін қандай жауынгермен көргілеріңіз келетін міндетті түрде комментарийға жазып кетіңіздер. Күндеріңіз жақсы өтсін.